Темірлан тас жол бойында алғаш рет салынып жатқан аяқ жол 400 метрге созылып жатыр. Қала әкімінің есебі кезінде тұрғындар дәл осы көшелердің бойында тротуардың жоқ екенін айтып шағымданған. Енді қала басшысының арнайы тапсырмасымен тек даңғыл емес, Есенов көшесінің бойындағы аяқ жол да жөнделіп отыр. Бұл аяқ жол Әл-Фараби көшесіне дейін созылады. Қазір таңда Темірлан тас жол бойындағы аяқ жолды Есенов көшесінен Казэнерджи заправкасы бағытына қарай аяқ жол салу жұмыстары атқарылды. Енді мүлдем аяқ жол болмаған. Есенов көшесінде бұзылған асфальт қабаттарын аяқ жолдағы қайта жөндеу болып жатыр. Есенов көшесінің Темірлан тас жолымен қиылысында көп қабатты үйлер де жеке тұрғын жайлар да бар. Мектепте осында орналасқан. Тұрғындар енді балаларының қауіпсіздігіне алаңдамаймыз деп отыр. Тіпті басқарма басшыларына өздерінің қосымша талап тілектерін де жеткізгендер табылды. Жер машина толады, мектеп басталған кезде бәрі мұғалімдер қояды, балалардың ата-аналар келеді. Сонымен балалар былай шығады, машина шығады, енді егер сол керек болса, жоқ, қазір ертең біз мына жерге, мысалы, осы жерге салатын жағдайда, мысалы, машиналар жолдың бойына қойып қойған болды ше. Жолдың бойына қойып қойған кезде, ол кезде өз балдар ары бері өткен кезде опасность болады, машинада көрінбейді. Жолдың бойына қойып қояды да машиналар ше. Сол үшін қазір мына жерде машиналар қоюға позволяй, мысалы да, орны кетіп, мына жақ қарай қоя береді машиналар. Қаржы қаралды, мысалы, Есенов көшесіне қарай. Қазір көрейік, ары өтен келіп, мысалы, шығатын жер болатын болса, мынаған қарай жалғайтын болса, онда жалғап бере саламыз сол жағынан. Ыңғайлы мынау тротуарымыз әсіресе жастарға, оқушы балаларға, осы істеп жатқан басшыларға, әкімнің қызметкерлеріне рахмет айтамыз. Мен осы маңда тұрам, тротуарлар жоқ еді, енді салынып жатыр. Бізге ыңғайлы, удобно, бұрын болмаған. Халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы бойынша қазір ел аузындағы мәселелер айтылған мезетте шешімін тауып жатыр. Биыл Қапал Батыр мен Төлеуметов көшелерінің бойына 170 жаңа аялдама орнатылуы тиіс. Сонымен қатар Назарбаев пен Шаяхметов көшелеріндегі кептелісті азайту мақсатындағы оң жақ өткел де жыл соңына дейін аяқталуы керек. Лаура Сарман, Айбек Бекбауны, Самбек Ахмет, Нар Ньюс.